Ассаламу алейкум достар. Бұл ешқандай да bottle cup challenge емес. Бұл қазір уақытта менің жуынып жүрген, дәрет алып жүрген баклажкам. Бұндай жағдайға қалай түстік? Біз қазір уақытта осындай керемет жерде, таудың ортасында, табиғатта тұрып жатырмыз. Бұл жерде бір кемшілік бар. Таза суды тасып ішесіз. Тасып ішетін жеріміз шамамен 1,5 километр жерде. Осындай қиындықтан кейін судың да сұрауы бар деген керемет сөздің мағынасын терең түсіне бастайсыз. Баста бізде дәретті қалай болса солай алып жүрдік. Суды кәдімгідей шаша бердік. Қазір уақытта мына баклажканың басын тесіп қойып, сондай суды ысырап етпеудің амалын таптық. Бұл 1,5 литрлік баклажка біздің 2-3 рет толық дәрет алып шығуымызға жеткілікті. Ал сіз ойлаңыз, бұлай ағып тұрған судан бір дәреттің өзіне қаншама су жұмсайсыз. Және де бұлай дәрет алудың тағы бір ерекшелігі, бұлай қолыңызға су толғанша бисмиллямен бастап арасында қосымша керемет дұғаларды айтуыңызға мүмкіндігіңіз болады. Бұлай суды құйып тұрған кезде мүмкін ойлануға мүмкіндіктер болады. Ал біз кейбір жағдайда білесіз, бұлай ағып жатқан судан қалай дәрет алып болғаныңызды да білмей қаласыз кейде. Міне, сондықтан осы суды ысырап етпеу жөнінде, дәретте болсын суды ысырап етпеу жөнінде бізге пайғамбар саллаллаху алейхи ва саллям хадис жеткен. Сол хадистердің бірін жаттадым, соны сіздерге жеткізейін. Инна наби саллаллаху алейхи ва саллям марра би саадин ва хуа ятаваттау фақала ма хаза сараб я Саад. قال سعد رضي الله عنه أفي الوضوء صرف؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم نعم وإن كنت على نهر جار. Бұл хадистің мағынасы, пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям дәрет алып жатқан Саад радиаллаху анху жанынан өтіп бара жатып, бұл не деген ысырап дейді. Сонда Саад радиаллаху анху дәрет суында да ысырап бола ма дейді. Сонда пайғамбар саллаллаху алейхи ва саллям иә, тіпті ағып жатқан өзен жағасында болсан да дейді. Міне, бұл хадистен көріп тұрғанымыздай, біз ағып жатқан өзеннің жағасында болсақ та суды ысырап етпеуіміз керек. Тіпті намаздың кілті болған дәреттің өзінде. Ал басқа жағдай етпей қояйық. Ал біз қазір уақытта қандай ысырапқа барып жатырмыз? Алысқа бармай қояйық. Мысалы, мешітке келетін адамдардың өзінде дәрет алған кезде қандай суды ысырап етіп жатқанымыз көзіміз көреді. Неге мешітте келген адамдар айтып отырмын? Өйткені ол кісілер ысырап етпеу керек деген сөзді көп еститін адамдардың бірі. Сондықтан осындай судың тапшылық деңгейіне түспей тұрып, біз судың қадірін түсінуіміз керек. Және де ысырап қылмау береке мен байлықтың бастауы. Сіздерге осыны жеткізгім келді. Ассаламу алейкум.